Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыс және әріп. Бүгінгі сабақта Ф, В, Ц, Х, Х, Ч, Ш әріптері бар сөздерді сауатты жазасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бересіңдер. Берілген дыбыстардың қандай дыбыс екенін есімізге түсірейікші? Дауысты дыбыс. В, ұяң дауыссыз дыбыс. Ф, Ч, Ш, Ц, Х, Х, қатаң дауыссыз дыбыстар. Берілген мақалдардың жалғасын тауып көріңдер. Ырыс алды. Ынтымақ, бірлік болмай, тірлік болмас. Бұл мақалдарға қандай ортақ тақырып қоюға болады? Ынтымақ деп атауға болады. Ендеше келесі өлеңіміз де ынтымақ күні деп аталады. Өлеңді бірге оқиық. Жалауымда нұрлы күн, нұрын шашып тұр бүгін. Паш етеді ол халқымның ынтымағын, бірлігін. Ортақ дәстүр ғұрыппай, ынтымағын суытпай, шаңырағын көтерген жүз түрлі ұлт жүз уықтай. Шыңға тартса салып жол, қиналмайды талып бел, жүз иыққа сүйенген Қазақстан алып ел. Балалар, өлең мазмұны бойынша құрастырылған сұрақтарға жауап беріңдерші. Өлең мазмұны қай мерекеге сәйкес келеді? Қазақстан халқының бірлігі мерекесіне сәйкес келеді. Бұл мереке қай уақытта тойланады? 1 мамырда тойланады. Паш етеді ол халқымның ынтымағын, бірлігін деген өлең жолдарын қалай түсінесіңдер? Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Барлық ұлт бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатыр. 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Халық Ассамблеясы құрылды. Ассамблеяның басты мақсаты Қазақстандағы барлық этностың рухани тұрғыда қайта жаңғыруы мен дамуын қамтамасыз ету. Ассамблея жанынан достық үйлері де ашыла бастады. Достық үйі туралы толығырақ білу үшін келесі бейнематериалға назар аударыңдар. Төбедегі кісі 4 жағын, етектегі кісі 2 жағын, жердегі кісі алдын көреді. Төле биден қалған сөз. Тәуелсіздік алғаннан бері де шашауы шықпаған тәмсіл. Қазақстанның этносаралық келісім үрдісінде анық аңдалды. Достық үйі мемлекеттің ұлттық саясатын жүргізуге, халықтар арасындағы тұрақтылық пен достықты, этностардың әдет-ғұрпын, салт дәстүрін насихаттау мен түлетуге, олардың ана тілі мен мемлекеттік тілді меңгеруіне, мәдени мұраны сақтауға, Қазақстан жастарын патриоттық рухта тәрбиелеуге қызмет етеді. Тас түскен жеріне ауыр. Қазақстан кеңестік ұлттар лабораториясының мұрагері болып қалған еді. Алайда, аз жылда бейбітшілік пен келісімнің тұрақты мекеніне айналды. Тиісінше, достық үйі үлкен Қазақстанның кішкентай моделі іспетті. Бейнематериалдағы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Берілген мәтінді көшіріп жазыңдар. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні.
Бұл күнді халық ерекше қуанышпен тойлайды. Біз өте тату тұрамыз. Мұндағы халық сөзіне дыбыстық талдау жасайықшы. Халық 5 әріп 5 дыбыс. Мұндағы Х қатаң дауыссыз дыбыс. А жуан дауысты дыбыс. Ы үнді дауыссыз дыбыс. Ы жуан дауысты дыбыс. Қ қатаң дауыссыз дыбыс. Келесі балалар, адасқан әріптер ойынын ойнайық. Ол үшін әріптерді өз орнына қойып, жасырынған сөздерді тауып көріңдер. Бірінші, велосипед. Келесі, щетка. Келесі сөз, футбол. Келесі, концерт. Чемпион. Және соңғы сөз, жиһаз. Сендердің дұрыс тапқандарыңа сенемін. Осы сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құрастырайық. Сөйлемдерді көшіріп жазып алыңдар. Дархан велосипед сатып алды. Жанерке щетка мен киім тазалады. Данияр футболды жақсы ойнайды. Дариға концертте өнер көрсетті. Дәурен күрестен чемпион атанды. Анам жаңа жиһаз сатып алды. Келесі көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді қайта оқиық. Бұл сөздердің жазылуын естеріңе сақтап алыңдар. Центнер, борщ, эмблема, эвкалипт, микрофон, фабрика, вагон, қаһарман, чемпион, цилиндр, хикая, тұщы, эстафета, жиһаз, хабар. Бәрекелді балалар. Келесі сөйлемдерде көп нүктенің орнына немесе әріптерінің тиістісін қойып, сөйлемдерді қайта оқиық. Асыл аэровокзалдан аэропортқа апаратын автобусқа отырды. Анам елеуішпен ұнды елеп отыр. Оқушылар көл жағасына экскурсияға шықты. Емен бая өсетін ағаш. Бұл дыбыстардың айтылу ерекшеліктерін естеріңе сақтап алыңдар. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта Ф, В, Ц, Х, Х, Ч, Ш әріптері бар сөздерді сауатты жаздыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бердіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.